Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай түскі немесе кешкі ас дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Бізге керегі бар жоғы картобымыз керек пюреге. Одан кейін жаңағы фаршымыз бен күрішіміз және қырыққабатымыз болса болғаны. Ең алдымен күрішімізді жуып, жақсылап тазалап алып, етімізді дайындап аламыз. Одан кейін осындай қырыққабатымыз бен күрішіміздің үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып қоямыз. Сол кезде күрішіміз жартылай бұқтырылып тұрады, ал қырыққабатымыз кәдімгідей ашылып, ол да жартылай жұмсақ болып тұрады. Одан кейін бір 10-15 минутқа осылай қойып қалдырамыз. Бетін жауып қойсаңыздар болады. Одан кейін міне фаршымызды алып, жаңағы 15 минуттан кейін бұқтырылған күрішімізді алып, үстіне бір жұмыртқа қосып, әртүрлі дәмдеуіштеріңізді татымына қарай тұзын салып, барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай шанышқының көмегімен, одан кейін қолдарыңыздың көмегімен барлығы жақсылап араласқанша араластырамыз да, мінекей қырыққабатымызды алып, судан осылай әр жапырақшасына жаңағы жасаған фаршымызды ораймыз. Екі шетін ораудың қажеті жоқ, осылай түгел барлығын істеп шығасыздар қырыққабаттарыңыз жеткенше. Одан кейін қалғанын осылай тефтели сияқты домалақ етіп орап шығып, бір 25-30 минутта үстіне кішкене ғана су құйып пісіріп алсаңыздар, осындай керемет тамақ болып шығады. Менің үйдегі балаларым сүйсініп тұрып жейді. Әртүрлі гарнирмен ұсынсаңыздар болады, күрішпен де, басқа нәрселермен де жасап көріңіздер. Ас болсын.